Солтүстік Қазақстан облысында егін орағы басталды. Диқандар 4 миллион 200 мың тонна алқаптан ырыс дәнін жинауға кірісті. Ауа райының құбылмалығынан жылда бидайдың шығымы да әртүрлі болады. Ал мол өнім алудың кепілі ғылым мен тәжірибені ұштастыру. Өңірде маңызды науқанның алдында агроөнеркәсіп саласының мамандары мен Қазақ агротехникалық университетінің мамандары бас қосып, өңірдегі егіншілік саласын дамыту мәселелерін талқылады. Ауыл шаруашылығы тәуекелі мол сала. Диқандар қуаңшылық жылдар, не болмаса жауын шашын мол жылдары тақырға отырып қалмашын ғылыми жетістіктерге негізделген технологияларды пайдаланады. Мысалға, мына алқаптағы астана сұрпы жақсы күтім болса, гектарынан 35-40 центнерге дейін өнім береді. Теріскейдің арпа бидайы мен майлы дақылдар бүгінде 40-тан астам елге экспортталады. Жыл сайын 4 миллион гектар алқаптан 5 миллион тоннадан астам астық орылады. Гектар берекелілігі орта есеппен 17-18 центнерден шығады. Бірақ бұл аз дейді мамандар. Ауа райға тәуелді болмауымыз керек. Өзіміз осы жаңа технологияны қолданып өсіруіміз керек. Мысалы, дамыған елдерде, Канадада Саскачеван деген провинциясында бидайдың өнімділігі бізге қарағанда 2-2,5 есе жоғары. Неге? Өйткені жаңа технология қолданады. Сондықтан қазір ойлануымыз керек. Осы сол үшін біздің университет жұмыс істеп жатыр. Жылдар бойы жинақталған тәжірибеге сүйену керек дейді мамандар. Ғалымдардың ұсынысына сай егін егіп, тыңайтқыштарды орнымен пайдаланса ғана мол өнім алуға кепілдік бар. Особо есть урожай именно там, где есть культура земледелия. Астық егіншілік мәдениеті қалыптасқан шаруашылықтарда мол болады. Жақсы тұқым, қорғаныш және азық. Өнімі мол сұрыптың тұқымын аурулар мен зиянкестерден қорғалған алқапқа сеуіп, тыңайтқыштармен қоректендіру. Негізгі фактор осы. Біздің өңірде бұл мәдениет қалыптасқан. Енді оны жетілдіру мақсаты тұр алдымызда. Бүгінгі жиында диқандарға алқапты зондтау, жерді құнарландыру технологиясы мен дәл егіншілік принциптері таныстырылды. Бүткіл әлемде жыл сайын жаңа өзгерістер енгізіледі, жаңа технологиялар пайдаланады. Әсіресе осы цифрландыру мәселесі жақсы қолға алынып, жақсы нәтиже беріп отыр осы сала. Мысалға, мына дрондар арқылы алқаптардағы шығымдылықты тексеріп, тыңайтқыш себуді реттейді. Бұл жаңашылдықтың арқасында астық шығымдылығын көбейтіп, қуаңшылықтың алдын алуға болады. Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, жаңалықтар қызметі.